ешкімді ақтап атқан жоқпын. Ура, ағай болды ана. Жарайды. Мен айттым ғой, менің сұрақтарым сондай болады деп. Енді келіңіз, сізден жаман сұрашын дейді. Сіз қандай бұйым таңыздан келгеніңіз? Мен де сол ауылдың тұрғынымын. Мында қарай беріңіз, камера сізді түсіріп жатыр. Нұршуақ мөлтек ауданының Нұршуақ болып жақында болды. Бұрын солтүстік саяжай едік қой. Меді да. Су тегін әкеле ме? Тегін әкеп береді. 300 бір айда су әкелмей қойған кездер болды ма қыста? Қысты күндері. Ол кезде суды қайдан алдыңыздар? Транспорт бұзылды деп звондаймыз, ай бізге су керек. Су жоқ. Ондай кезде платный алдырамыз. Қанша шығын жасайсыздар? Енді бір водовоз суыңыз 3000 теңге ғой. Судың жоқтығынан қандай зиян шегіп жатсыз? Мен шыны керек мына балдардың ішек құрылыстары, жаңағы айтпақшы, инфекционныйдан шықпаймыз. Енді қазір мұнда әкімшілікке келдіңіздер ме? Әкімшілікке келдік. Неге ешкім шықпады? Білмейміз. Келдік, төбеміз көрсеттік. Қазір карантиннің уақытысы айтса айтып атқан шығар ішке. Бірақ шықпай тұр. Кішкене уәжімізді айтып тұрмыз. Ол шықпайтын болса не қыласыз сондай әкімді? Әкімді халық сайлау керек сол үшін. Ол жинап сатып алуға дайынсыздар ма? Газды өзіміз кіргізіп отырмыз, частный. Өкіметтің светі жоқ, 30 теңге төлейміз светке. Кім свет сатып жатыр сіздерге? Нақты. Ержан деген кім? Келсеңші мұнда. Тоның атын білмей тұрмын. Чектері тұр ғой, 5-8 жылдан бері төлеп атқан. Негізі қазір... Светімізде 30 теңге. Иә, 30 теңге ғой, 30 теңге төлеп. Жоқ, кімге светтің ақшасын төлеп жатсыз? Өзіміздің районда контролер бар, сол ағаға төлейміз. Ол қай мекеменікі? Ол білмейміз, айтор. Сіз жекеменшіктеріңіз ғой? Жекеменшік Былай тұрайын. Егер ол жекеменшік болса, жекеменшікке мысалы тоқты сатуға болмайды, алып сатуға ары қарай. Қалайша ол алып сатып жатыр? Бізге чек берілгеннен кейін солай сеніп отырмыз оларға. Чек деген уже сатылуға мүмкіндік. Тоқ сатуға олардың лицензиясы бар ма? Білмедік оны. Ағай, сіз бүйтіп айтасыз, жекеменшікке свет сатуға болмайды дейсіз да? Жекеменшік кәсіпкерлер сатуға болмайды. Білетін лицензия болмаса. Енді қараңыз, мен өзім парламенттің алдында болдым, әкім алдында. Газды де өзіміз жеке кіргізіп жатыр, светті де жеке 80 мыңмен кіргізесіз да? Енді өкіметте коммуналдық барлық сіздің жағдайыңызды өкімет істесін деп мойнына міндеттеп қойған. Неге талап етпейсіз? Енді қарасаңыз, сөйтіп біз айттық, алдына барып, өзім лично айттым. Неге частный бәрін светті де кіргізеді, суды де кіргізеді, газды кіргізеді. Неге сіздер кіргізбейсіз десең, сол бізге выгодно. Өйткені бұлар частныйға ақша төлейді екен да, уақытша не қамтамасыз ету үшін. В общем, сол выгодно екен ғой. Өкіметке ме? Иә. Яғни коррупция ма? Иә, коррупция, конечно. Жаңағы әрқайсыңыздан жеке пара алғаннан гөрі гипотетически Парманов деген біреуге да? Мен қорқып Мейлі, әкім... Жарайды, Парманов емес, Ибн Парманов делік. Сол Ибн Парманов сізге әрқайсыңыздан жеке пара алып, бәріңмен сөйлескеннен гөрі, лучше біреуді жалдаған жақсы ма сонда? Жоқ, мен пара алып... Коррупция деген пара ғой. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға, жақсы, рахмет. Біз бұл жерге келген себебіміз, Абай ауданынан келіп тұрмыз. Біреу обедке кетіп қалды, біреуі жиналыста жүр, анау ешкім шықпайды. Обед уақытысы болған жоқ, қалай обед кетіп қалды? Әлі обед уақытысы болған жоқ, енді біреу обедке кетті, біреуі там жиналыста жүр, ана жақта ешқайсы шықпайды. Біреу обедте, біреу обедте. Иә, біреу обед, біреу обедте. Сіздерге 1,5 километр жол жүргізіп жасап берген жоқ, асфальт жол? Ол 1,5 километр бізге жасап бергенде ішкі ауылдың ішіне жасап берді. Бізге основной қаладан ауылға кіретін жолды істемеді. Негізгі жол жасамай, қосалқы жолдар жасады ма? Қосалқы жолдар жасады да, негізгі жол жасамады. Адуадан келетін негізгі жолымыз бар, 150 метр. Бар жоғы 150, ары кетсе 200. Проекті бар ма? Проекті де бар ол. Қай уақытта жасалу керек? Былтыр жасалуы керек. Жасамады ма? Жасамады. Ақшасы кімде қалды? Оның ақшасын кімде қалғанын білмеймін, былтыр жасау керек, сол күн жасалмай келді. Қазіргі таңда астынан газ... Не қорғанады, бұлардың бәрі вакцина жасап қойған жоқ па? Жасап қойған күнде де ешкім кіре алмаймыз ғой, айналайын. Өкімет тапсырды ғой, біз 100% бәріміз тапсырып қойдық. Бәріміз де жасадық, бірақ енді кіре алмаймыз, ешкімді ұстай алмаймыз. Әкімді көре алмаймыз, орынбасарын көре алмаймыз. Одан кейін әкімді не қыласыз, көріп ғашық болып жүрсің? Жоқ, әкім маған керек те емес. Данный момент бізге су кіргізіп берсе, жолымыз істеп берсін, көлік жүргізіп берсін болды. Қарай, Жаке, осыны эфирге шығарып көреміз де әлі. Тағы бір көрейік, әкімшілікке хабарлаймыз, ішкі саясатқа бәріне хабар береміз де. Көрейік, не дер екен. Неге шықпай отырған? Сонда не үшін тығылып отыр деп ойлайсыз, өз ойыңыз, былайша айтқанда? Себеп алдына қойған біздің именно біздің ауылға қойған жоспар жоқ. Берген уәдесін орындай алмайтынын біліп тұр ма?
берген уәдесін орындай алмайтынын біліп тұрғаннан кейін шықпай жатыр. Ол ішкі саясаттағы әкім барлығы өкіметтен ақша алып жатыр. Өкіметтің ақшасы ол сіздің ақшаңыз, салық төлеу үшін ақша. Сіздің ақшаңызға бұлар күн көріп отырып, сіздің өзіңізге шықпаймын дей ме сонда? Сондай болып тұр да. Айтты мен не қылып тұрмыз? Сізбен біз бұл жерде не қылып тұрмыз? Я, мен тәуелсізбін. Жарайды. Мен лично мына кісілермен бірге бұл жерде не қылып жүрмін? Значит, бұлар жауап бергісі келмейді, немесе ол тірлік істелінбейтін тірлік болғаннан кейін шыққысы келмей жатыр ешкім. Бәрі ішінде жүр. Оларға біреу төбеден айтқан болуы мүмкін бе? Артыңды қысып отырса, бұл ақшасын мен жеп қойдым, тыныш отырыңдаршы деп жатыр ма? О жағын білмедім. Мен не болса да Жоқ, гипотетически бұны ойлауға болады. Бұл айып емес, ешкімді айыптап жатыр. Аты жөніңіз? Мен атын жөнім Сағынтаев Рахымжан Серікбаевич. Иә, қандай бұйымдаймен келіп едіңіз сәке? Мен Шымкент қаласында сот мәселесімен сөйлесіп тұрмын қазір. Иә, айта беріңіз, қандай сұрақ бар еді? Біздің Шымкентте сотта әділдік болмай жатыр қазір. Көп соттарда заңсыз шығарып жатыр шешімдерді. Өйткені менде өзімнің әкімнің берген, заңды түрде берген 2007 жылы берген шешімі бар. Әкімнің Неге берген? Ормановтың берген шешімі мұқтаж жандарға. Мен оны сатып алғам. Әкім мен сатып алғанымда Нені сатып алдыңыз? Қазір не жайлы әңгіме болып жатыр? жер жайлы. Қай жерде? Әкім жерге бізге үй соғып жер берген. Соны заңсыз күшін жойып жіберіп отыр мына әкімшілік. Шешім бар ма еді сізде де? Шешім де бар, юстицияға да тіркелген, земельный кадастрдан госактым да бар. Бүкіл құжаттарым бәрі менің атымда тіркелген. Қай жерде жеріңіз? Достық микрорайонында. Достық микрорайонынан жол түсіп жатыр ма, не болып жатыр? Жол бәрі бар өрде, бәрі закон. Не үшін онда жеріңізді алып қойып жатыр? Жерімізді сот әділсіз шешіп беріп отыр, сол басқа Не үшін біреулер? Басқа біреуде госакт бар ма? менің госактымды беріп жіберіп отыр. Сот мен Оның госакт сіздің госактың алдында болған ба еді? ода ешқандай құжат жоқ қолында. Бірінші кімнің госактысы болған еді? Менің госактым болған, басқа ешкімнің құжаты жоқ. Әлі де қазірге дейін де менің госактым тұр. Бүкіл базада тіркеліп тұр менің госактым. Айталық, Қазақстанда кім көрінген жаңағы үй жайы госактысы бар адамның үстіне келеді де мен үйіңді алып қоямын деп ала ала ма сонда? Сондай болып отыр. Открыто менің үйімді алып қойып отыр. Қолында бір құжаты жоқ. Ол жерде мен тұрам деп. Сен 7 жылдан бері қақта жүрсің дейді. 7 жылдан бері мен сатып алғам оны, өзім білем. Қандай шешім бар бұның? Оның қолында ешқандай құжат жоқ. Жоқ, сіздің ұсынысыңыз қандай шешім бар? Менің қолымда Шымкент қаласының Ормановтың берген әкімнің шешімі бар. Енді сот оны заңсыз деп шешіп қойды. Заңсыз деп шешіп отыр соны. Не үшін? Не үшін болғанда болмайтын бір себептер тауып алған. Қандай себеп айтты? Без основания себептер болды. Қандай себеп айтты? Ешқандай себеп жоқ. Мына әйел тұрған осы жерде, бір жалғыз басты әйел өзі. Үлкен әйел. Ол әйелдің Достық микрорайонында 20-30 учаскесі бар. Бәріне сөйтіп алып қоя береді. Қанша адаммен соттасып, жеңілсе жеңіледі, жеңілмесе сойды алып қалып егеленіп жүре берген әйел. Ол сондай Посредник әйелдер, короче, андай айтқанда, былай посредник әйелдер. Сондай Достық, әр микрорайонның сондай бәлеқор әйелдері бар. қанша адамның үйін алып қойыпты ол кісі Достықта? Мен өзім білетін 5 адамның үйін алып қойған. Неге сол 5 адам бірге барып арыздамайсыздар? Ол 5 адам өзі үйлерін соттасып жеңіп алды. Қазір мен ана сотқа барсам ақша сұрайды, мына сотқа барсам ақша сұрайды. Судья ақша сұрап жатыр ма? Судья посредниктер арқылы бар ғой, адвокаты бар, солар арқылы ақша сұрайды. Қанша сұрап жатыр? 1 миллион, 2 миллион ақша сұрайды. Мен ондайға жағдайым жоқ оның. 2 миллион беріп шешімді сізге шығарып беремін дей ма? Иә, сөйтеді. Бұл масқара ғой, сіз Асановқа арызданып көрдіңіз бе? Асановқа мен шыға алмай жатырмын, шамам жетпей жатыр сол жаққа баратын, шынын айтқанда. Бұл барудың керек емес қой, интернет арқылы жолықсаңыз болады. Интернет арқылы мен оны емес, былай шұлай беретін адам емеспін да мен конкретно. Неге антикоррупционныйға барып арызданбайсыз? Мен қай жаққа баратынын білмей жатырмын. Жолын білмей жатырмын десеңіз. Білмей жатырмын қай жаққа баратынын. Түсінікті болды. Кішігірім адвокат жалдап қойғам, ол адвокат баратты, ана пәленше сатып алыпты, ана жаққа өтіп кетті. Ол адвокаттың өзі қазір соттасып жүргеніме 2016-тан бері 5 жыл болды. Бір үйдің мәселесін 5 жылдан бері сот шеше алмаса, Бұл адвокат айтып жүр ма сізге? Анау мынадан соңғы саты ғой, бұл соттан ары қарай баратын жер жоқ. Бірақ прокуратура деген бар. Прокуратураға барып, судьяның үстінен арыздансаңыз, антикоррупционға жазсаңыз, мысалы айталық, мына сот осындай пәре алып барып, осылай шешіп жатыр деп жаңа өзіңіздің келтірген уәждеріңізді де айтсаңыз, онда соттың үстінен қылмыстық іс қозғап қарайды. Сөйтіп соттың расында белден бұрып, жаңағы пәре алғандығы сезілетін болса, көп нәрсе өзгереді. пәре алғанын дәл соны тексеретін болса, действительно пәре алғаны шығады. Жарайды, міне осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгін келген кезде негізі бұйымтайымыз басқа сұрақ болатын, бірақ барлығы бірге шешілді. Бұл халық не дейді деген өзіміздің бағдарламамыздың бір бөлігі. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев.